Сәлеметсіздер ме? Бізде алма, алмұрт және қара өрік бар. Осы үш жемісті қолданып, неше түрлі тәсілмен тосап қайнатуға болады. Алмұртты ғана қосып, алмұрттың өзінен ғана тосап қайнатуға болады. Алмадан қайнатуға болады. Қара өріктен қайнатуға болады. Алма мен алмұртты қосып қайнатуға болады. Алма мен қара өрікті қосып қайнатуға болады. Алмұрт пен қара өрікті қосып қайнатуға болады. Және осы үшеуін де қосып, тосап қайнатуға болады. Барлығы неше тәсіл. Екінші есеп. Бізде алма, алмұрт, қара өрік және шие бар. Осы төрт жемісті қолданып, пайдаланып, неше түрлі тәсілмен тосап қайнатуға болады. Алма, алмұрт, қара өрік және шие бар, Осы төрт жемісті пайдаланып, неше түрлі тәсілмен тосап қайнатуға болады. Осы есепті шығару үшін біз бұл жемістердің, төрт жемістің мына суретін салып қойдық. Енді нөмірлеп аламыз. Міне 1, 2, 3, 4 деп нөмірлеп алдық. Біз әр жеміспен жеке-жекеде тосап қайната аламыз, бұл бірінші тәсілде. Біріншісінде, біріншіде, екінші, үшінші, төртінші. Төрт жеміспенен бізде төрт түрлі тосап шықты. Ал енді екі жемістен, немесе үш жемістен, немесе төртеуінде қосып қайнатуға болатынын білеміз, Енді алма менен алмұрт. Алма мен алмұртты қосып, алма мен шиені қосып, алма мен қара өрікті қосып, екеуден қайнатқан кезде алма менен қосып, үшеу болды. Енді алмұрт пен шие, алмұрт пен қара өрік, шие менен қара өрік, және шие мен қара өрік. 1, 2, 3, 4, 5, 6 тәсіл. Одан 6 тәсіл шықты бізге. Міне, 6 тәсіл. Ал енді біз үш жемістен қайнататын болсақ, алма, алмұрт, шие үшеуін қосып қайнатып жатырмыз. Алма, алмұрт, қара өрік үшеуін қостық. Алмұрт, шие, қара өрік үшеуін қосып қайнаттық. Бұдан үш тәсіл екен. Енді соңғы тәсіліміз төртеуінде қосып қайнатуға болады. Бұдан бір тәсіл. Сонымен барлығын санайтын болсақ, барлығын қосқан кезде 14 тәсіл шықты.